Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін мен сіздерге ата-анамның жұмыс жасайтын орнын көрсететін боламын. Бұл менің әкем. Әкем автоэлектрик саласында жұмыс жасайды. Автоэлектрик автокөліктің электр жүйелерін жөндейтін маман. Ол көліктің аккумуляторын, генераторын, тағы да басқа жарық шамдарын, дабыл жүйелерін, құралдарын тексереді. Қазіргі заманда көліктердің компьютерлік жүйелері көп болғандықтан автоэлектрик арнайы диагностикалық құралдармен жұмыс істейді. Және де автоэлектрикке тән қасиеттер. Мен үшін бұл техникаға қызығушылық, ұқыптылық, логикалық барлығы осы автоэлектрикке жатады. Ал бұл менің әкемнің жұбайы, ал біздің үйіміздің берекесі бұл менің анам. Анам акушер-медик болып жұмыс жасайды. Акушер-медик мейірімді және сабырлы болуы керек. Ол ана мен сәбиге үлкен жауапкершілікпен қарайды. Қиын жағдайда да тез әрі дұрыс шешім қабылдай білуі маңызды. Акушер ұқыпты, төзімді және зейінді болуы тиіс. Сонымен қатар адамдармен жақсы қарым-қатынас жасап, қолдау көрсете алуы қажет. Менің анам да осындай қасиеттерге ие. Ол өз мамандылығын жақсы көреді және әр анаға қамқоршылықпен қарайды. Мінекей, соңына да жеттік. Менің анам мен әкем осындай салаларда жұмыс жасайды. Өзіме анамның халыққа қызмет еткені ұнайды. Мінекей, бұл видеода өз мәресіне жетті. Ендеше келесі сайыстарда кездескенше.